Сәлем достар мен құрбылар. Бұл Тез кино. Бұл видеода алдамшы қорытындылар анимесінің қысқаша шолуын көреміз. Көп сөйлемей артқа құртылақтырыңдар. Кото есімді қыз Куро деген баланы кездестіреді. Олар амандасады. Бірақ Куро қызды танымады. Кото баланың ұмытып қалғанына таң қалуда. 2 жыл бұрын осы ауруханада Куро коридорда құлап қалайын дегенде Кото оны құтқарып қалған еді. Куро Саки деген қызымен бірге болған. Кото үшін бұл бір көргенде махаббат болды. Куро қыздың айтқанын есіне түсіруге тырысып, менің адамдардың бет-әлпетін есту сақта қабілетім нашар еді деп кешірім сұрайды. Кото оның қасына отырып, Куро қазір бойдақ болғандықтан қыз оған бірге жүруді ұсынады. Куро бір күні кешке Сакимен серуендеп жүргенде, оларға құбыжық шабуыл жасағанын айтады. Содан Куро Сакиді жалғыз қалдырып қашып кеткен. Бірақ Кото мұның өтірік екенін біледі. Шын мәнінде сол құбыжық Куродан қорқып қашып кетті. Осыдан кейін Саки нағыз Куроны көріп, одан қорқа бастады. Куро барлық құбыжықтар оның шынайы болмысын білетін, ал адамдар оны қарапайым адам ретінде қабылдайтын мойындайды. Кото өзінің барлық құбыжықтар мен рухтар үшін даналық құдай анасы екенін айтуда. Куро оған сенбейді. Кото оған көзі мен аяғынан айырылған ескі оқиға туралы айтып береді. Үйге қайтып бара жатқан жолда елестердің бірі кітапханаға жын кіріп кеткенін хабарлап, Котодан көмек сұрайды. Бірақ Котоның ондайға уақыты жоқ. Ол Куроны бақылап жүр. Куро бір ескі газетті тауып алып, одан жоғалып кеткен Кото есімді қыз туралы біледі. Келесі күні олар общение ұстап тұрғанда, жандарына енот-рухы жүгіріп кеп, Котодан көмек сұрайды. Бірақ Куроны көріп қорқып тығылуда. Екеуі кітапханаға аттанады. Кото құбыжықпен сөйлесуге тырысады, бірақ оған бәрібір. Құбыжық Котоны жеуге тырысады. Куро оны қорғайды. Сонда құбыжық оның қолын жеп қояды. Куроның бірден жаңа қолы өсіп шығады. Ал құбыжық жеген қолдың кесірінен өледі. Кото аң-таң. Ол оның шын мәнінде кім екенін айтуды сұрайды. Куро қыздың ол туралы кез келген құбыжық пен рухтан сұрай алатын. Оны бәрі білетінін айтады. Келесі күні Куро мен Кото қайтадан ауруханада кездеседі. Куро бала кезінде су перісінің етін жегенін мойындайды. Сондықтан оның денесі оңай қалпына келеді. Ол басқа еттерді де көп жеген. Содан әсерлер әртүрлі екенін әңгімелеуде. Кото Куродан су рухы алып жыланға бірге баруды сұрайды. Бірақ Куро бос емес екенін айтып, бас тартады. Кото жыланмен сөйлесуге барады. Жылан адамдар оны ұмытып кетті. Ешкім оған сыйынбайды деп шағымдануда. Кото оған менің қандай көмегім керек деп сұрайды. Жылан 1-2 күн бұрын бір әйелдің мәйітті көлге лақтырып жатқанын көргенін айтады. Әйелдің аты Танио, ал мәйітті полиция көлден шығарып алған. Кейінірек Танионы полиция ұстап, одан жауап алды. Сол жерде ол адамдарды жейтін жылан туралы естіген, және мәйітті оған құрбандық ретінде лақтырып жібергенін айтады. Жылан Таниоға сенуге болмайды деп ойлайды. Өйткені ол оның мәйітті қалай тастағанын көрді. Сондықтан ол Котодан не болып жатқанын анықтауды сұрайды. Кото түсіндіре бастайды. Бәрі Танионың күйеу жігіті, оның әріптесі болған басқа елдің құшағында қайтыс болғаннан басталды. Олар жұмыс істеген фирманың бастығы бірдеңені былықтырғаннан күйеу жігіттің картасында 50 миллион теңге несие пайда болды. Тергеудің ресми нұсқасы бойынша екеуі бірге өлуге келіскен. Сол кезде Танио жүкті болған. Кейін ол түсік тастады. Ол қаладан кетіп, ауылда жаңа өмір бастады. Жылдар өтіп, бір күні күйеу жігітінің бастығы кеп, ақшаны солырлаған, және күйеу жігітін сол қатынмен бірге өлтіргенін мойындайды. Осыдан кейін Танио бастықты өлтіріп, денесін көлге лақтырып жіберген. Кото жыланмен сөйлесіп жатқанда, Куро жандарында боп, ол әңгімені естіген екен. Куро Котоға жыланға бар шындықты айтпағанын айтуда. Танио жай жыланның бастықтың денесін жейтін көргісі келген. Сол мезетте Куроның бұрынғы қызы Саки полицияда жұмыс істейді. Ол серіктесімен жаңа істі талқылап жатыр. Түнде жігіт көлікпен қоршауды бұзып өтіп, өзенге құлап кеткен. Жігітті шығарып алған, бірақ ол сұлу қыздың елесі назарын аударғанын айтады. Ол оны үлкен емшекті қыз деп сипаттайды. Отчетта Саки апаттың себебі жолға жүгіріп шыққан ит деп жазады. Серіктесі не үшін сөйтіп жазғанын сұрайды. Саки отчетта елес сөзін қолданбау керек екенін айтады. Әйтпесе мәселелер туындауы мүмкін. Қыз бұл Болат ханым есімді елестің ісі екенін біледі. Өйткені мұндай жағдайлар бұрын жиі болып тұратын. Саки серіктесіне елестер өз әлемінде өмір сүретінін түсіндіруде. Ол сондай құбыжық сияқты болған, бірақ адам кейпіндегі Куроны есіне түсіреді. Бір күні Саки Болат ханыммен сөйлескісі кеп тұрған Котоны кездестіреді. Саки разгон алып Болат ханымды ұруға тырысады. Бірақ оның қолы елестен өтіп кетеді. Болат ханым Сакиді ұйықтатады. Бірақ Кото оған болсады. Содан елес қашып кетеді. Саки Котодан неге ол елесті оралады, ал өзі оралмайтынын сұрауда. Кото ештеңе түсіндірмей, болғанның бәрін ұмыт дейді.
Саки корочкасын көрсетіп, полиция бөлімшесіне баруды талап етеді. Кото полиция куәлігін оқып, бұл Куроның бұрынғы қызы екенін түсінеді. Олар Сакидің үйіне барады. Кото оның қазір Куроның қызы екенін айтып, телефондағы суретін көрсетеді. Саки Куро барлық суреттерде бақытсыз көрінеді деп есептейді. Кото келіспейді. Бірақ Саки Куромен 4 жыл жүрді емес пе? Кото Куроның 1 апта бұрын жоғалып кеткен және мені іздеме деп хабарлама жібергенін айтады. Кото үйіне кетеді. Саки Болат ханымның кім екені туралы интернеттен ақпарат іздей бастайды. Өмірде ол Нанаси есімді қарапайым қыз болған. Ол 18 жасында кенеттен TikTokта танымал болып кеткен. Нанасиның көптеген подписчиктері мен жанкүйерлері болды. Саки типа жазатайым оқиғадан қайтыс болды деген Нанасиның әкесінің өлімі туралы мақаланы оқуда. Сонымен қатар әкесін өлтірген ол Нанаси деген нұсқа бар. Әкесі қызының бүкіл интернетке бөксесін селкілдетіп, отбасының абыройын түсіріп жатқанда наразы болған. Ал TikTokқа видео түсіріп жатқанда Нанасиның үстіне Болат балкілер түсіп кеткен. Кото да Болат ханым туралы ақпаратты зерттеуде. Өйткені кішкентай құбыжықтар мен елестер одан қорқады. Котоның оны тоқтатуына тура келеді. Кейінірек елес бала Котоға Болат ханымды көргенін айтады. Сол жерге Сакимен бірге келген олар Болат ханымның Куромен төбелесіп жатқанын көреді. Болат ханым Куроның басын жарады. Бірақ ол оңай қалпына келіп, орнынан тұрады. Куроның әжесі бәрін жынның етімен тамақтандырған. Көптеген адамдар осыдан қырылып қалады. Бірақ Куро өліп тірілгенде болашақты көру қабілетіне ие болды. Сол, Куро Болат ханымның мойнын бұрайды. Бірақ оған да бәрібір. Ол қашып кетті. Куро Кото мен Сакиді байқайды. Саки оларды үйіне шайға шақырады. Кото Болат ханымның қарапайым елес емес екенін түсіндіруде. Оның күш-қуаты TikToктағы подписчиктерімен қоректенеді. Көп адамдар оны пір тұтқан сайын ол күшейе түседі. Кото құрылыста қайтыс болған Нанаси қыз туралы интернеттегі барлық ақпаратты өзгертуді ұсынады. Егер подписчиктер Болат ханымға қызығушылық танытпайтын болса, онда ол өмір сүруін тоқтатады. Кото Сакиден Нанасисы бойынша материалдарын беруін сұрайды. Құрылысшы елесі оның Болат балкілердің кесірінен өлгенін растайды. Бірақ ол Нанасиның әдейі сол жерге тұрып, тіпті қашуға тырыспағанын айтады. Кото Куроға Болат ханымның тарихын дұрыс қайта жазу үшін болашақты көру күшін пайдалануды ұсынады. Түнде Болат ханым Сакидің серіктесін өлтіреді. Кото Нанасиның тарих нұсқалары туралы қатты ойлап, шаршағандықтан ұйықтап қалады. Куро мен Саки тамақ сатып алуға баратыр. Саки Куроның Котомен не үшін кездесіп жүргенін түсінбейді. Өйткені Саки Куроның Рика есімді қызды жақсы көретінін біледі. Ол 4 жылдан астам ауруханаға қыздың халін сұрап барып жүрген. Олар Риканың хал жағдайын сұрап барады. Саки қыздың Куроныкі сияқты қабілетті бар екенін түсінеді. Рика ауырады, бірақ өле алмайды. Өйткені ол да Куро сияқты өлмейді. Мәшинеде Кото Сакимен сөйлесуде. Кото Рика ауруханадан шыққанда олармен бірге тұрғанын айтады. Кото мен Рика тату болды. Бірақ Рика үнемі компьютердің алдында отыратын. Бір күні Рика Болат ханым бейнеленген суретті салады. Куро Болат ханымды Рика жасап шығарғанын білді. Сондықтан ол 1 аптаға жоғалып кетті. Рика да Болат ханымды күштірек ету үшін болашақты көре алады. Ол 100 рет өліп, көбірек адамдар Болат ханымға сенетін нұсқаларды таңдаған. Елес мысық Котоға Болат ханымды көргенін хабарлауда. Куро, Саки және Кото елес мысық тугесте белгілеп қойған жерге аттанады. Кото интернеттегі адамдарға Болат ханым жоқ. Ол түнде сөйтіп киініп алып, адамдарды қорқытып қаңғырып жүрген бір жынды қатын деп Болат ханымның жоқтығына сендіруге тырысады. Көптеген адамдар оған сенбей, өз теорияларын алға тартады. Кото Нанасиның шын мәнінде тірі екен, және бұл елес оқиғасы жұрттың назарын оның әкесін өлтіргеннен аудару үшін жасалғанын жазады. Бір күні саябақта Нанаси өзіне ұқсайтын қызды көріп, мазаны алатын жанкүйерлер мен журналистерден құтылу үшін оны егізі болуға шақырады. Егіз қыз шашын бояп, Нанасиның киімін киеді. Олар түнде құрылыс алаңында кездесуге келіседі. Нанаси қызды ұрып-соғып, полицейлер оны танымау үшін оның басына Болат балкілерді құлатады. Осылайша Нанаси өлген болып көрініп, енді басқа атпен өмір сүреді. Жанкүйерлердің өздері оқиғаны Болат ханым туралы мифті өлгеніне сендіру үшін Нанасиның өзі жасады деп толықтырады. Осы сәтте Болат ханымның елесі әлсіреп, Куро оны өлтіреді. Солай достар, бұл анименің 1-ші сезоны болды. Елестерге сенесіңдер ме? Және оларды өмірлеріңде кездестіріп пе едіңдер? Комментарийде жазыңдар.